Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен сүзбемен дайындалатын өте дәмді булочкилер дайындаймыз. Ең алдымен сүтімізге қант, аштығы, сұйық май, бал қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Артынша аз-аздан ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды өте көп мөлшерде қосуға болмайды, себебі қатты болып кетеді. Қамырды илеп болған соң бетін жақсылап жауып, 1-1,5 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындап қоямыз. Сүзбемізге пышақтың ұшымен ғана ванилин, қант қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Немесе блендермен езіп алсаңыздар да болады. Мінекей, қамырымыз көтерілді. Енді осыны бір келкі етіп жайып аламыз. 4 бұрышты етіп жайып алсаңыздар ыңғайлы болады. Өте жұқа емес, орташа қалыңдықта жайып болған соң, бетіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды жағып шығамыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген қызықты, өте дәмді рецепттер болады. Оның үстіне салмасын салып, бір келкі етіп жайып шығамыз. Содан соң рулет тәрізді орап, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Менде дәл сол сәттер түспей қалған екен, бірақ та оның ешқандай да қиындығы жоқ. Мінекей осылай кесіп, противенге 15 минутқа бетін жауып көтерілуге қойып қоямыз. 15 минуттан кейін осындай болып көтеріледі. Содан соң жұмыртқаның сарыуызы мен сүтті араластырып, бетіне осылайша жақып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пешімізге 30-40 минутқа салып, қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен біздің булочкаларымыз дайын болды. Дайындап көріңіздер, баршаларыңызға ас болсын.